Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай эклер пирожныйларын жасап үйренетін боламыз. Енді бізге 180 грамм ұн, 100 грамм сары май, 4 жұмыртқа, тұз және 250 мг су қажет болады. Алдымен суды отқа қойып, тұз және сары майды соған салып қайнататын боламыз. Суымызды отқа қойдық, тұзды саламын. Енді осының үстінен сары майды салып, барлығын бірге қайнатамыз. Осылай қайнады барлығы. Енді ситаның көмегімен ұнды біртіндеп қосамыз. Кішкене бөлігін қосып, араластырып аламыз. Барлығы жақсылап араласып кеткен соң, келесі бөлігін қосамыз. Ұнды салып бастаған сәттен бастап, оттың астын төмендетеміз. Қамырдың дайын болғанын, осындай қатпашақтардың пайда болғанынан білеміз. Осымен біздің қамыр дайын болды. Енді мен қамырды осындай комбайнның көмегімен суытамын. Егер де сіздерде комбайн болмаса, жай ғана қолдың көмегімен суытсаңыздар да болады. Енді бұған жұмыртқаны қосу үшін қамырдың градусын өлшейміз. Бізде 40-тан төмен болу керек. Сол кезден бастап жұмыртқаны қоса бастаймыз біртіндеп. Қамырым керекті дәрежеге дейін суыды. Енді жұмыртқаны біртіндеп қоса бастаймын. Алдымен бір жұмыртқаны қосып, оны жақсылап араластырып алам. Қамырға сіңіп кеткенге дейін жұмыртқа. Бұл жұмыртқам сіңіп кеткен соң, келесі жұмыртқаны қосамын. Осымен қамыр дайын болды. Енді мендегі насадка 9F деген насадка. Бұндайын таппасаңыздар, открытая звезда немесе закрытая звезда деген насадкаларды қолдансаңыздар болады. Барлығын мешокқа салып алам. Осы уақытта печканы 180 градуста қыздыра бастаймыз. Ал эклерлерді осындай видеодан көріп тұрғандарыңыздай біртіндеп құйып шыға береміз. Енді біздің эклеріміз 180 градуста 30 минутта пісіп шығады. Менде барлығы осылай пісіп шықты. Енді сыртын әрлейтін боламыз. Енді сыртындағы крем үшін бізге 150 грамм крем-чиз, 150 грамм сливки және 30 грамм қант қажет болады. Барлығын бірге араластырамыз. Қоюланады. Қоюланған соң какао қосам. Барлығын бірге араластырамын. Крем дайын болды. Енді кондитерский мешокқа открытая звезда деген насадканы салып, осылай сыртына кремді шыға береміз. Енді келесі эклердің түсі кішкене басқаша болады. Ол үшін жаңа кремге мен тағы да какао қосам да барлығын жақсылап араластырамын. Сонда түсі кішкене өзгереді. Енді насадканы ауыстырамыз. Крем дайын болған соң, өзіңіз қалаған насадканы алып қолдансаңыз болады. Енді қалғанын осылай шоколадты ерітіп әрлейтін боламыз. Дайын болған эклердің сыртын өзіңіз қалаған фруктымен, шоколадпен оформление жасай берсеңіз болады. Осымен бізде эклер пирожные дайын болды. Рецепт көңіліңізден шықты деп ойлаймын.